14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық бөлім. Қайырлы кеш қымбатты көрермен, эфирде сіздер асыға күткен сенбілік кеш бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ақбота Дүйсенбай. Бүгін бізде қонақта құрмет орденінің иегері, мәдениет саласының үздігі Назымбек Молдахметов атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің көркемдік жетекшісі, өңірге белгілі жан Батырбек Байназаров. Студиямызға қош келдіңіз аға. Рахмет. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Шүкір, бәрі жақсы. Керемет. Әуелі мынау жақында ғана еңбегіңіздің жемісін көріп жатқан омырауыңызға тағылған құрмет орденімен құттықтаймыз. Рахмет. Әсер қалай? Әсер енді кішкене басылып келе жатыр, өткенде енді қатты толқын үстінде болды. Бәленбай жыл еңбек атқан, еңбегіміз ақтап, осындай құрмет көрсетіп жатыр. Шәмші ағамыз айтпақшы, халық өзі кейінделеді, халық өзі шешіндіреді демекші. Осы міне еңбектің арқасында көп рахмет. Осындай қуанышқа кенеліп жатырмыз. Сіздің Тобыл Торғай өңіріне жасаған еңбегіңізге қарап, сізді осы өңірде, осы өлкеде туған азаматты ойлап қаламыз. Бірақ сіз Алматы облысы Жамбыл ауданына қарасты Ұзынағаш ауданында дүниеге келдіңіз. Иә. Қостанайға сол үлкен себеп болу келгенімізге. Сол жаңағы Жамбыл ауданы Ұзынағаш деп осында дүниеге келдім. Бастауыш мектепке бардым. Одан кейін жаңа әкем газеттен оқып хабарландыру. Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған музыка мектеп-интернатында қабылдау жүргізіліп жатыр екен. Сол қолымнан жетектеп, 2-ші класс бітіргеннен кейін 3-ші сыныпқа сол жаздың күні сол емтихан тапсырдық. 3 емтихан. Содан кейін сол мектепке түсіп, сол мектепті тәмамдап, әскер қатарына барып келіп, одан кейін Алматы Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясына оқуға түсіп, сол жерде 1-ші курстан кейін семьялы болып, сөйтіп енді ол кезде 90-шы жылдар қиын болды ғой, 90-шы жылдардың бас кезінде. Бірақ енді анда көп жерде жұмыс жасадық, Құрманғазы оркестрінде жұмыс жасадым, Салтанат мемлекеттік ән-би ансамблінде қызмет жасадым. Сол демекші үлкен жаңағы студент оркестрінде кітапханашы болып қызмет жасадым. Енді бірақ енді үй мәселесі қиын болды да сол кездері. Баспана мәселесі. Содан кейін осы Қостанай 90-шы жылдары Қостанайдан сұраныс келді. Пәтер береміз, үймен қамтамасыз етеміз, осындай бізге ансамбль керек деп. Сол жаңағы консерваторияның қабырғасында өзіміз студенттер жиналып, Назымбек бар ортасында, Молдахметов, Иманды Әлімжан Абсадықов бар досымыз. Сол сияқты бір қатар ұл қыздар жиналып, ансамбль дайындап, 1 сағаттық репертуар дайындап, Досмұхамед Тұяқбаев деген ағамыз сол кезде біздің жетекшіміз болды. Сол сөзі басқарып. Сол 90-шы жылы келдік Қостанайға десант болып. Ол кезде облыс әкімі Көкен ағамыз болатын, Кенжебек Көкеұлы. Сол кісі өзі қарсы алып командасымен концертімізді тыңдап, одан кейін отырып өзі күй тартып, бізбен бірге шай ішіп. Сол заманнан бері келдік, осында қалдық тұрақтанып. Әнді кетеміз, міне кетеміз деп, сонымен Қостанайдың ауасы жақсы, халқы жақсы, табиғаты қандай керемет, адамдар қандай ақжарқын көңілді. Сонымен тұрақталып қалдық осында. Енді 30 жылдан астам қызмет істеп жатырмыз осы Қостанай облысында. Шәкірттер дайындадық. Бірталай шәкіртіміз сол өзіміздің оркестрде қызмет жасап жатыр. Өзімізбен бірге қазір. Сөйтіп Қостанайда бір жола қалдым деңізші? Бір жола. Иә. Туған жерге барып тұрасыз ба? Әлі студент сияқтымыз. Қалай жаз басталды, чемоданды көтеріп, ешқандай шетелдің керегі жоқ, сол ауылға барып. Үлкен анам бар. Сол анамның қасына барып, мауқын басып, демалып, бауырларымның қасында болып. Сол екі баламыз да сол Алматыда қазір. Екі баламыз да сол Алматыда қызмет жасайды, Алматыда тұрады.
сол біз енді әлі студент болып жүрміз мына жақта. Аға, жаңа жоғарыда айттыңыз, әкем Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған мектеп интернатқа берді. О, қателеспесем, 3-ші сынып. 3-ші сыныпқа бардым. 2-ні бітіріп 3-шіге. Содан енді сол кезден бастап өнерге деген алғашқы қадамыңыз басталды ғой? Әрине. Сол кезден Жалпы бастап. Батырбектің балалық шағы қалай өтті? Батырбектің балалық шағы сол мектеп қабырғасында Алматыдағы Ахмет Жұбанов мектебінде. Енді ең бірінші келген кезде Әбдіманап Жұмабеков менің ұстазым, қылқобыз аспабымнан. Сол кісі мен таныстырып, аспаппен таныстырып, классына келіп, қобыз үйретіп, ойнап өзі. Ондай аспапты білмейміз ғой, біз баламыз ғой кезде. Содан кейін дыбысы ұнап, адам дауысына ұқсайды екен. Сосын барып, ақындап үйрене бастадым. Сол 5-ші сыныптан бастап концерттерге қатыса бастадым. Өнерге қанат қаққандар деген телепередача болатын бұрын сол замандарда. Соған бірнеше мәрте шақырып, сол одан кейін жаңағындай Фильмге түсіпсіз? Иә, документалды фильмге түскенбіз сол кезде мектеп қабырғасында жүріп. Жыл сайын сосын есеп беру концерттерінде сол концертте шығып тұрдық енді. 1985 жылы жаңағы арнайы орта білім беру музыкадан саласында осы оркестрлердің конкурсы болды. Училищенің оркестрлері келді. 10 шақты 12 шақты оркестр жиналып, үлкен конкурс болды республикалық тұңғыш. Сол жаңағы сайыста біздің Ахмет Жұбанов атындағы біздің оркестр бірінші орын алды. Сол кезде мен жаңағы қылқобыз аспабында оркестрмен ықыластың Қамбар батыр күйін жеке орындап, сол жерде жаңағы бізге гран-при алып, сол бізге гран-придің несіне путевка берді оркестр. Қай жаққа? Артекке. Артектің 60 жылдығына. Оркестрге бізге. Сол 40 шақты адам Артекке барып, бір маусым 45 күндей демалып қайттық. Үлкен стадионға шығып, София Ротару, Лев Лещенколар болды сол кезде. Солармен бірігіп концерт жаңағы 60 жылдықтың концертін бердік. Ең алғашқа үлкен жүлдеңіз сол ма? Иә, енді ол кезде енді өкінішке орай сол кезде именно осы қылқобыз аспабында республикалық деңгейде конкурсқа бізді қатыстырған жоқ. Енді дамып келе жатты қылқобыз аспабы. Содан кейін барып мен мектепті бітіріп әскер қатарында жүрген кезде ең бірінші тұңғыш конкурс болды. Ол конкурсқа мен жігер деген атты конкурс. Бірақ мен әрине қатыса алмадым. Әскерде жүріп. Әскерде болдыңыз? Совет армиясының сарбазымыз ғой біз енді. Архангельск облысы Плесецкая деген космодром бар. Ракетные войска стратегического назначения деген.
сол плесецкіде служить еттім үрмелі аспаптар оркестрінде. Ол жақта да енді қызық болды, сол армияда да жүргенде оркестримізден біздің мықты оркестр болды, штабной оркестр. Ол кездегі жасыңыз қанша? Нешедесіз? 18 жас қой, 18-20 жас. Ал Батырбек бала күнінде қандай болды? Балалық шағы қандай болды? Балалық шағымыз енді жаз кезінде каникулға келеміз, асыр салып ойнаймыз, бірақ енді үйге көмектесетінмін. Шалғымен шөп шабамыз, есек арбамен шөп тасимыз. Үйдің шаруасына да араласыз? Үйдің шаруасына, әрине. Қанша бауырсыздар? Біз 10 бауырымыз. 10 бала болдық. Қазір енді өкінішке орай 7-міз қалдық. Тату-тәтті бәріміз өмір сүрдік. Бірге жұмыс жасап, бірге көмектесіп ата-анамызға. Олардың да өнерге қатысы бар ма? Менен кейінгі қарындасым ән айтады. Бірақ енді оның кәсіби несі жоқ, білімі. Сол жаңа мен мектепте оқып жүрген кезде ол 8-ші класты бітіріп келіп, Чайковский атындағы колледжге документті тапсырайын ба деп менен сұраған болатын. Сол кезде мен как раз мемлекеттік емтихан тапсырып басым қатып жүрген, гармония, сольфеджио деген сабақтар бар ғой. Содан қиналып, содан сен қарындасым, сен мен сияқты қиналмай-ақ қойшы деп, оған түспей-ақ қойшы деп, сол кезде соның көңілін қайтарып, сол кезде түсіргізіп қойып едім, соны қазір өкінемін. Содан кейін ол қарындасым мұғалім болып, мұғалімге түсті, мұғалімдікке. Қазір мұғалім. Ал бірақ енді ән айтады, мектеп болсын, тойларда болсын, жиындарда, өзіміздің арамыз, тойларымызда әншіміз. Жансұлу деген қарындасым. Жаңа айттыңыз, 10 баланың ішінде өстім деп. Сіз нешіншісі болдыңыз? Ортаншысы, 5-ші. Дәл ортасы дегенше. Дәл ортасы. Мынау енді ортаншы балалар көбінесе ана мен әкенің махаббатына бөленбей өседі. Мен енді әжем баласы болдым. Бізде енді менен кейін менің алдында бір ағам болды. Ағам 64-ші жылға. Одан кейін 5 жылдан кейін мен босадым. Мен дүниеге келдім. Сол кезде енді әжем менің бауырына алып, әжем бақты. Әжем енді ата-анам жұмыста ғой енді. Әжем енді пенсияда үйде жүрген, арқасында көтеріп жүріп, өлеңдер үйретіп неше түрлі. Анда-мында өздерінің қыздарына барып тұрады. Сол кезде мен арқалап алып баратын. Сол жақта концерт қоятын мен. Тұрғызып қойып, ана өлеңді айт, мына өлеңді айт деп, өлеңдерді айтқызып қойып, бәрі концерт қойып көріп отыратын. Сіздің өнерге басар алғашқы қадамыңызды әжеңіз қалады? Әжем, иә. Сол кісіден бастау болды деп ойлаймын енді. Өйткені ол кісі жаңағы тік тұрғызып қойып айтқызбайды, былай актер болғызып айтқызатын. Ана Нұрғиса Тілендиевтің «Сар машина» деген өлеңі бар болатын. Кішкене хулиганист деп өлең болатын сөздері. Сол өлеңді жаттатқызып, маған пластинкадан үйреніп, сосын былай айт деп. Сондай қызықтар болған. Оқу орнын бітірген соң, жаңа жоғарыда айттыңыз, арман қуып, Алматы консерваториясына түстім. Одан бітірген соң осы Қостанайға келдіңіздер. Иә. Жалғыз келген жоқсыз? Жалғыз келген жоқпыз. Қасыңызда жан досыңыз Назымбек Молдахметов. Молдахметов бар, Назымбек бар, Әлімжан Абсадықов бар. Сосын барып Ержан Рысметов, Сәуле Маманова деген ерлі-зайыптылар болды. Бек Мұхамбет Тұяқбаев деген баянда ойнайтын жаңағы Дос Мұхаммед біз дайындады дедім ғой, сол кісінің ұлы. Ол да бізбен бірге келді. Бір ансамбль, дайын ансамбль болып келдік қой. Сол коллектив, сол қалай бастадық, сол келіп осында жұмысымызды ары қарай жалғастырдық. Сол консерваторияда сіз жан досыңызды кезіктірдіңіз деп айтайықшы. Иә. Жан досыңызды таптыңыз. Иә. Абитурия кезінде таныстым Назымбекпен. Содан емтихан болды. Абитурия түсетін кезде. Содан кейін бар, маған дана Куликова шайқасы түсті, мен как раз соған дайындалып жүргім. Как раз сол шайқасы түсті да. Оны мен тез жауап беріп, Назекеңе 25-ші съездің шешімдері түсіпті. Қиын тақырып қой, съез деген кім біледі, ол съездің не шешімдері бар. Сол Назекең менен сұрайды, мен айтам білмеймін деп. Сол мен айтыр, үйтіп өтіп шықты әйтеуір. Тапсырып шықты. Сөйтіп танысқанбыз.
Назымбекпен. Содан кейін бір бөлмеде жаттық. Одан кейін мен семьялы болып, отбасын құрып, мен бөлек кеттім олар сосын. Енді бірге жүрдік қой, бір курста оқыдық бәріміз. Бірге оркестрде де бірге жүреміз. Құрманғазы оркестріне де барғанда бірге. Сондай. Қаншама жыл дос болдыңыздар? 89 жылдан бастап, осы 20 жылға дейін ғой. 20 жыл енді әттеңе 50 жасқа толды. 20 жылы 1 апрельде толу керек. Біз енді неден қыстан бастап дайындалдық. Дирижерлар шеруін өткіземіз, жаңағы оркестрмен. Осындай дирижерлар келеді, осындай әншілер келеді, қонақтар. Күйшілер келеді. Сосын барып, жаңағы Назекең 50 жасын тойлаймыз деп, ресторан алып қойып, жаңағы не істеп дайындалдық. Сөйтіп дайындалып жүрген кезде жаңағы марттың ортасында, где-то онда карантин болды ғой. Бәрін доғарып, ештеңен болмайды. Концерт өткізуге болмайды, той өткізуге болмайды. Үйде отырамыз, сабаққа бармаймыз. Үйден балалар сабақ оқиды деген сондай. Сөйтіп төбемізге жай түскендей болды, сол қалды Назекең тойы. Бірақ енді сол жаз кезінде осы қаланың шет жағынан жер алып, сол жерде 50 жасын тойлап өттік. Содан кейін 1-2 күннен кейін мен уже отпускқа кеттім Алматыға. Сол Алматыда жүргенде хабар келді ғой енді. Төбемізге жай түскендей болды сол кезде енді. Аға, енді ол кісінің арманы оркестр құру болды. Иә. Сол арманды жүзеге асырып, сізге тапсырып кеткендей секілді. Иә. Енді бірге жүрдік қой сол, басқасында сол Назекең қасында бірге жүрдік. 2008 жылы арманымыз орындалып, оркестр ашылды. Оркестрдің енді көбісі жаңа өзіміздің Алдамжаров атындағы музыка университет болған бұрын біздің кезіміз. Сол кезде факультет болды. Ол кісінің көз тірісінде өзімізге сол бүкіл жағдай жасады, сабақ беруді жаңағы. Сонда дәріс бердіңіз? Дәріс бердік, келесі салып сол жерде дәріс беріп, балаларды дайындап, консерваториядан келгенбіз ғой өзіміздің. Сол жердің консерваторияда оқыған білімімізді біз осы балаларымызға бердік, үйреттік. Жалындап тұрған. Сол шәкірттеріміздің бәрі оркестрде қазір жұмыс істеп жатыр. Өзіңізбен бірге қатар, иә. Әріптесіміз қазір өзіміз. Көркемдік жетекші ретінде бір қиыншылықтар бар ма? Енді барлық оркестрді бір жұдырықтай ұстап отыру. Арасында болып тұрады ғой, бірақ енді өзіміздің ұжым, бәріміз таныс музыканттарымыз, өйткені қолмен санарлықтай жаңағы музыкант қой бұл жақта. Көп не жоқ, кадрлар жоқ. Бұрыннан келе жатқан сол кадрлар. Сондықтан да ешқандай қиыншылық жоқ өзіміздің арамызда.
Ал енді жұмыс процестерінде болады енді, әрине ол енді. Онсыз болмайды ғой. Қош келдіңіздер. Кішкене кабинетімізден кішкене творческий бар деп қойып отырмын. Нотлар, пульттер, орындықтар. Дәл осы жерде оркестрімізді дайындалатын бөлмеміз. нотаны жаңағы оркестрге дайындап, әуен дайындайды қалай айтасыздар өздеріңіз? Партитуралы дайындалады, партитуралы дирижер қарап отырады, партиялардың бәрі арасында. Әр орындаушының өзінің партиялар. Бір оркестрде қанша аспап болады? Мысалы, домбыра, иә? Топ-топқа домбырашылар тобы болады. Бөлек Домбырашылар тобында домбыра тенор, шертер, бас домбыра, домбыра прима, контрабас домбыра. 5 топқа бөлінеді. Сосын смычковый. Қобыз 1, қобыз 2, альт қобыз, бас қобыз, контрабас қобыз, тоже 5 топқа бөлінеді. Бұл дауылпаз деген аспап. Дауылпаздың бір современный түрі сияқты. Литавра ғой, орысша айтқанда. Негіз қазақша дауылпаз. Дауысы өте жуан болады. Осы жерде? Бұл жерде ұрмал аспапшылар отырады. Ұрмал аспапшылар. Деп дайындаласыздар. Соңғы дайындап жатқан шығармаларыңыз қандай? Қазір біз Ғабдылаққа Тесіпбаевтың мерейтойына байланысты концерттік бағдарлама дайындап жатырмыз. Құдай бұйыртса, осы қараша айының соңында, келесі желтоқсан айының басында бұйыртса, сол концертті өткіземіз деп ойлап отырмыз. Аға, енді бұл Елубай Өмірзақов атындағы Қостанай облыстық филармониясының альбомы деп айтсақ. Иә, Кішігірім альбомы. Бұл жерде енді біздің оркестр бар, сосын барып, этно-фольклорлық ансамбльдердің конкурсы болған осында, фестиваль. Сол фестивальден келген қонақтарымыз суретте. Башкириядан келген қонақтар, Қырғызстаннан келген қонақтар, ана жерде Алтайдан келген қонақтарымыз бар. Жалпы құрам жайлы не айтасыз? Құрам қандай? Құрам енді біздің оркестр енді кішкене составымыз кішкене аздау. Толығу керек. Өйткені бізде кадр мәселесі қиын да. Кадр мәселесі тапшы, сондықтан да состав кішкене аздау. Сол кішкене көбейтсек деген ойдамыз. Енді альбомдарды көріп келе жатыр қой, ең ыстық концерт қайсысы болды өзі? Концерттің бәрі ыстық қой, енді білмеймін оны. Мынау жаңа этнофестиваль тоже. Келесі сурет мына дирижерлар форумы. Назекең бар кездегі форум, басындағы алғашқы форумдардың бірі ғой. Мына жерде Қитаров Ержан Атыраудың дирижері. Ерлан Бақтыгерей Қарағанды Тәттімбеттің дирижері. Еркін Нұрымбетов Оралдан келген дирижеріміз. Оралдан келген орындаушы. Арыстан Құрманов біздің жұлдызымыз әнші. Ән салып жатқан. Серік Әбілов, Гүлнар Үсенова біздің қазір пенсияда. Отырасазы оркестріміздің тұңғыш кірпішін қалаған композитор, өзі күйші Ройсат Лендиев атамыз ғой. Мына жерде де сол форум дирижеров, Берік Оразалиміздің бас дирижеріміз. Гүлнар Үсенова, Серік Әбілов, достар тобы өлең айтып отыр. Ансамбль, оркестріміз, залдағы қонақтар. Бұл жергілікті өнерпаздар? Жергілікті. Бізде де өзіміздің кестеміз бар. Кесте бойынша? Кесте бойынша, әрине. Кесте бойынша. Ал концерттің алдында, уақыт жақындағанда, концерттің залға кіріп, ол жерде генеральный репетиция болады концерттің алдында. Күрделі дайындықтар. Қазір біз үлкен сахнаға барамыз. Барайық. Аға, Қостанайға келгенде жаңа жоғарыда айттыңыз, бірінші курстан кейін мен отбасын құрдым. Яғни Қостанайға келген кезде сіз отбасыңызбен көшіп келдім. Жарым да енді ол да музыкант қой. Ол да домбырашы, консерваторияда бірге танысқанбыз. Атыраудың қызы, домбырашы. Консерваторияда оқып жүрген кезде уже біз балалы 2 баламыз болды уже. 2 баламыз болды. Енді үлкен ұлымызды біз енді кемпір шалға бердік. Өйткені енді оқу керек қой бізге.
сол жаңағы менің өзім сияқты жаңағы менің анам үлкен баламды бауырына алып өзі бағып қағып 6 жасқа дейін сол ауылда болды. 6 жастан кейін мектеп жасына келгенде біз өзіміз қолымызға алдық. Осы Қостанайға келді. Қостанайға келді. Бастауыш мектепті неден бастады? Сырбай Мәуленовтың бастауышы бар ғой содан. Одан кейін 24 мектепті тәмамдап. Жарыңыз қорыққан жоқ па сізбен бірге келерде? Ой, сонау солтүстікке барамыз ба, Қостанайға? Жоқ, қорыққан жоқ, өйткені бәріміз бірге келдік қой. Бәріміз бірге араласып, доспыз. Араласып, құраласып. Ең бірінші келгенде енді қорыққанбыз. Қостанайдың қысынан қорықтық, шынын айту керек. Қостанайдың қысынан аман шығайық деп, бір-бірімізге тілек айтып. Сөйтіп, жас болдық қой енді ол кезде бәрімізге үй берді. Сол бір-біріміздің үйімізге жаңағы студент болсын, кездегі сияқты шұбып жүрдік. Қонаққа барасыздар. Әлімжан үйіне барамыз, Назымбектің үйіне барамыз. Олар біз үйге келеді, Ержан үйіне барамыз дегендей. Қызық болды енді. Сөйтіп 2 баланы осында тәрбиеледіңіздер. Қазір Алматыда қызмет етеді дедіңіз. Қазір Алматыда сол кіші баламыз да өзіміздің ізімізді басып музыкант болды ол да. Өйткені ол музыкант болмауға мүмкін емес еді ол. Кішкентай кезінен жаңағы музыкант тілі шықпай жатып, жаңа мен айтқан мотивтерді қайталайтын. Сосын мен жан жақты оны тексеремін. Жай темпті айтамын сол мотивті. Ол сол жай темпте қайталайды. Тез темпті айтамын, тез темпті айтады. Сосын тональстерін өзгертемін. Жоғары тональс айтамын, оны сол тональс айтады. Төмен тональс айтамын, сосын айттым, мынау конченый музыкант болмайды енді. Сөйтіп оны музыкант қылдық. Қостанайдағы 3-ші мектеп бар ғой, музыка мектебі. Сол мектепке 1-ші класстан бердік сабақ, сол жақта оқып, одан кейін Чайковский атындағы Алматыдағы колледжге түстім, музыкалық колледжге. Оны тамамдап консерваторияға түсіп, қазір Алматыда мемлекеттік үрмелі аспаптар оркестрінде сол қызмет істеп жатыр. Ал үлкен ұлыңыз ше? Үлкен балаңыз? Үлкен баламыз ол математик, экономист. Мәссаған. Өнер адамдары өздерінің балаларын көбінесе өнерге бармай ақ қой, қиын сала деп бас тартқызып жатады. Иә. Сіз үйтіп қорыққан жоқсыз ба? Үйтіп қорыққан жоқ, өйткені енді ана бала кішкентай кезінде сондай болды. Ол енді басқа салаға білмеймін, бұл түбінде әйтеуір музыкант болатынын білдім. Содан бастап басынан бастаған дұрыс қой негізі. Жақсы музыкант болса, ол жерде қалмайды, далада қалмайды. Баланың бағын байламайын дедіңіз бе? Иә. Қазір жарыңыз? Қазір жарым осында оркестрде істейді бірге. Сосын мектептен мұғалім домбыра сабағынан дәріс береді. Да, дайындық болып жатыр екен. Аға, филармонияда қызмет еткеніңізге қанша жыл болды? 31 жыл болды, 32 жыл кетті ғой. Осы 32 жыл болды. жастық шағыңызды, бар өміріңізді осы жерге арнадыңыз ғой, осы сахнаға. Енді бұл сахна жаңа сахна ғой, бұл жерде біз 18 жылдан берміз. Оған дейін орталықтағы облыстық акиматтың алдындағы концерт залында болған біздің филармониямыз. Қуаныштымыз, осындай үлкен кең сарай салып берді бізге. 1000 орындық зал, бүкіл условияның бәрі бар мына жерде. Дыбыс болсын, свет болсын, жабдықтау жағы бәрі жақсы әзірге. Хорымыз дайындалып отыр. Аға, енді үлкен сахнада отырып, сіз енді оркестрдің көркемдік жетекшісі ретінде барлық аспаптарды бір көбісі ойлайды, оркестрде отырып, жаңа өзің партияңды ойнау, ол оңай деп, бірақ бәрінің бір әуенін тыңдап, әріптестерің не ойнап отыр, қалған музыканттар не ойнап жатыр, соны бір ескеріп отыру. Қиын ғой. Оңай нәрсе емес. Енді оның бәрі енді опытпен келеді ғой. Тәсілмен, айнымен. Құлақ ашық болу керек, құлақ естіп тұру керек, әр аспапта. Таза ойнау керек, дыбысты, штрихтар бірдей болу керек, қағыстар бірдей болу керек. Сосын ойнағанда нюанс жағынан да бірдей болады. Тыныш ойнау керек, қаттырақ ойнау керек, өте қатты ойнау керек дегендей. Сондай бояулар бар ғой. Естиміз ол музыканттар фальшиво дейді, фальшиво ойнап отқан аспап естіледі. Оны сразу естіледі. Яғни
тума талант па әлде бір еңбекпен келетін нәрсе ме? Тума талантты да болады, көбіне еңбекпен келеді ғой. Енді еңбекпен музыканттар көп оқиды ғой негізі. Мен мысалы 3-ші класстан бастап оқып келатырмын. 3-ші класста оқыдым, 11 жыл оқыдық, одан кейін консерваторияда 5 жыл оқыдым. Сосын осы еңбектің бәрі де сол тәжірибе жинау ғой. Аға, енді осы биыл ғана қаншама жылдық еңбегіңіз бағаланып, үлкен құрмет ордені деген медальға ие болдыңыз. Ең әуелі көрерменнің несінен, көңілінен шығып, кейін енді мемлекет жағынан қолдау тауып жатыр ғой. Енді бұл енді маған енді стимул дейді ғой, орысша айтқанда. Енді өзін қамшылап тағы да ары қарай, ілгері қарай жақсы қызмет жасауға тырысамыз енді. Аға, сіз атақ-даңққа қызыққан жоқсыз? Иә, оны шынымен дұрыс айтасыз. Оны ойда да болған жоқ. Кейін осы міне. Жасымыз ұлғайған сайын енді сол кішкене ойланады екенсің, соны. Не істедім, не бітірдім, Иә. қандай атағым бар, не қалдырдым деген секілді де. Иә. Сол енді кешігіп келді ғой, бірақ енді тәуба, шүкір дейміз. Ештен кеш жақсы дейміз. Батырбек балалық шағында нені армандады? Ойба. Ол кезде енді баласың ғой. Баласың, сосын барып жаңағы оның былай енді несіне түбіне дейін бара алмайсың да былай. Енді балалық немен, көңілмен жаңағындай. Біреулер космонавт боласың деген. Сосын кім болғың келеді дегенде космонавт болғым келеді деп жүрдім сонда. Ал бірақ енді оны түбіне дейін ойлаған жоқпын, космонавт боламын деп. Ондай ой болған жоқ. Өйткені енді бізде жаңағы мектепте қатаң болды ғой, режим дейміз ғой. Таңертең 6:30-да тұрамыз, зарядка жасаймыз. Сосын завтрак, одан кейін жаңа сабақ басталады. Одан кейін барып, таңертеңнен кешке дейін режим, расписание жазылып тұрады. Соны енді арасында ойнайсың, ойнаған кезде жаңағы бәрі ұмытып кетесің де ойынға кірісесің ғой. Сосын жаңағындай бірдеңені ойлау, армандау деген ол кезде көп болмайды да сондай. Жастайымыздан сондай режимде жүргеннен кейін сол. Қазірде енді таңертең сол привычка бойынша, әдет бойынша 6-та. Мәссаған. 6-да тұрып аламыз, қазір көп не жоқ, ерте жатамыз, ерте тұрамыз. Жұмысқа барамыз, сондай. Бос уақытыңызда не істейсіз? Бос уақытында бұрын енді жас кезімізде футбол ойнайтынбыз жаңағындай. Волейбол ойнайтынбыз жаңағындай. Қазір енді көп бос уақыт жоқ, енді бос қол болса кішкене достармен барып бильярд ойнаймыз. Басқа көп бос уақыт жоқ. Ал Батырбектің қазіргі арманы қандай? Дәл қазір жаңа айттым ғой, деніміз сау болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, сол ең бастысы. Сабырлық қой енді, сабырлық. Жақсы. Бәрі аман болсын, жан-жағымыздың бәрі. Әр адамда өмірлік ұстанымы бол. Сөз бердің ба, бір орындайын деп, ол әрине сол сөзінде тұруым керек. Уәде берген нәрсені орындауға тырысамыз енді әрине. Одан кейін жаңағы әр нәрсеге енді жауапкершілік болу керек әр адамда. Сондықтан да үлкен жауапкершілік, соны орындауға тырысамыз. Аға, сіздегі ең қымбат дүние не? Ұрпағымыз шығар енді бұл, біздің ауылдарымыздан көрініп жатқан немерелеріміз сондай. Анамыз, ауылда жүрген бауырларым, туған туыстарым, достарым, осында жүрген орта бәрі. Еліміздің тыныштығы, еліміздің саулығы, осының бәрі. Осының бәрі сіз үшін қымбат нәрсе. Әрине. Ал неден қорқасыз? Заманнан қорқамсың қазір енді. Заман қазір бір ненің тұсында тұр ғой, бір қиын кезеңнің. Сол енді тезірек соғыстар тоқтап,
халықтың ой өрісі басқаша болып, достыққа, бірлікке болса, содан қорқам әйтеуір. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болса ең бастысы. Сол қорқатын нәрсе сол табиғат, тыныштығы. Алматыдағы зілзалалар да ол да қорқытады. Өйткені бүкіл туған туыс бала шаға бәрі сол Алматыда. Қазір енді өзі жасымызда не болып қалдық қой, пенсияға да таяп қалдық. Енді осы жаста біз енді Алматыға көшіп кетсек, кішкене бір не сияқты болып қаламыз да. Пока енді жүре тұрамыз Қостанайда. Пенсияға шығып жатсақ, енді көреміз ғой, енді Құдай бұйыртса. Зейнетке шығып жатсақ, туған жерге ораламыз ба деп ойлайсыз. Сондай ой бар. Ал қазір көшсеңіз Қостанайға қиянат жасап кеткендей боласыз ба? Иә, әрине. Енді Қостанай, енді шын айту керек, бір ай Алматыда 30 күнде жүрмін ғой. Қостанайды сағынам. Қостанайдың енді салқынқандылығы бар, табиғаты бар. Осыған біз әбден үйреніп болғанбыз да. Сосын жаңа қатты көп движение шаршап кетесің да Алматыда. Тыныш қалама барғым келеді деңіз. Иә. Қостанайдың осы ұнайды маған. Аға, Қостанай енді тоңқадыңыз ба? Жоқ. Үйрендік қой жүрді Қостанайға. Қостанайға үйрендіңіз, қанша жылдан бері тұрып жатырсыз? Оңтүстіктің жігіті болғанмен. Айтып тұрмын ғой, 32 жылдан асты енді. Әбден осы Қостанайға қуып кетті. Аға, енді ауа райын былай қойғанда, бұл жерде сіз отбасыңызды тұрақтандырдыңыз, балаларыңызды оқыттыңыз, филармонияға еңбегіңіз сіңді. Қостанай сізге былай айтқанда сонысымен де ыстық қой? Ыстық қой, әрине. Енді мен өмірімнің көп осы Қостанай қаласында тұрмын. Мысалы, жастық кезінде мысалы Алматыда болсам, есім білгелі бері осы Қостанайда. Қанша 25 жасымнан бері осындамын ғой мысалы. Аға, неге енді басқа өңірлерде емес, Алматыда қалуды шешпей, неге Қостанайға келіп, осы жаққа еңбегіңіз сіңіріп, мынау облыстағы өнердің дамуына атсалыстыңыз? Енді дәмті солай болды ғой. Біз балалармен өзіміз достарымызбен бірге келдік. Енді жаңағы оңтүстіктің жігіттері, Әлімжан, Ержан деген жігіттер, енді олар өзінің отбасы жағдайларымен елдеріне, отандарына қайтып көшіп кетті. Біз енді қалып қалдық тұрақтан. Өкінбейсіз бе? Жоқ, ешқандай да өкініш жоқ. Керісінше мына жақта ортам бар, достарым бар, жегжаттарым бар, құдаларым бар, бәрі осында. Осы жақтан құда болып, осы жақтан қызын алып отырмыз. Келін қалып. Қостанайдың? Торғайдың. Торғай жақтан келініміз. Құдаларымыз сояқтан. Бірақ енді Қостанайда тұрды ғой қазір, тұрады. Құдаларымыз бәрі. Аға, енді жақында енді бір-екі жылдан кейін ба енді еңбек демалысына зейнетке шығасыз ғой? Құдай бұйыртса. Иә. Филармонияны сағынасыз ба, әлде жұмыс істей бересіз бе, қалай? Әлде көреміз енді, уақыт көрсетеді ол жақта ол кезде енді. Енді бұл сарайды филармонияда атын өзгерту керек негізі. Бұны біз құлақ қағысып айтып жүрміз. Енді Құдай қаласа бір-екі жылда өзгеріп қалатын шығар енді. Елубай Өмірзақов атындағы Елубай Өмірзақов атындағы Қостанай облыстық филармониясы деп әдемі. Сол орындалып жатқан деген ұсыныс бар дейсіз ғой? Ұсыныс бар, иә. Өнер сіз үшін? Өнер мен үшін енді менің өмірім ғой. Сол енді жастайымнан сол өнерде жүрмін. Мен өмірімде үлгерсем. Шынымды айтайын ба? Енді үлгергенде енді арманымыз бар. Сол енді пенсияға шығып жатсақ, Алматыдан бір жер алып, үй салып, сол үлкейген кезімізді сол немере шөберені сол үйде ойнатып, бағып, қағып жаңағындай. Қол бос кезде жаңағы огородпен айналысқан дегендей. Алма ағаш егіп, бақша егіп дегендей. Соған үлгеріп жатсақ, нұр үстіне нұр болар еді әрине. Аға, бүгін студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп, керемет сұхбат бергеніңізге рахмет.
осылай құрмет орден секілді құрметке бөленіп жүре беріңіз. Рахмет. Айтқан келсін. Бізге берілген уақыт осымен тәмам. Қымбатты көрермен, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.